Әсет Бейсеев 1938 жылы 13 қазанда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Әлімқұл. Әсет өмірге келгенде әкесі Көпбайдың қуанышында шек болмады. Алайда бұл қуаныш ұзаққа бармай Көпбай Ұлы Отан соғысына аттанады. Соғыста жаумен шайқасып жүріп мерт болады. Көпбай мәңгілікке кеткен соң Әсеттің анасы Рахима Павлодарға Төркін жұртына кетіп, Әсетті Көпбайдың ағасы Қожамқұл алып қалады. Сөйтіп сол бір сұрапыл зобалаң жылдардан Әсеттің әкесіз, анасыз күндері басталады. Өмірдің сан тарау соқпағынан жүріп өткен Әсет жастайынан әнге құмар болып өседі. Қарғалыдағы 7 жылдық мектепті оқып, 1951 жылы Алматыдағы номері 12 мектеп интернатқа ауысады. Интернатта ұстазы Ибрахим Нүсіпбаевтың қарауында болып, сол кісінің кеңесімен ән-хор үйірмесіне қатысып, 1956 жылы Құрманғазы атындағы консерваторияға түседі. 9 сыныпта оқып жүргенде-ақ алғашқы әні «Алмалы Алматы» әні дүниеге келген. Мұнан кейін де өнер жолында жүрген Әсет Көпбайұлының талай әндері бірінен соң бірі жарыққа шыға берді. Әсет Бейсеев алғашқы еңбек жолын Текелдегі музыка мектебінен бастады. Кейін Жамбыл ауданында тұңғыш ашылған музыка мектебінің директорлығына бекітіліп, мәдениет бөлімінің меңгерушісі болды. Үңгіртас мектеп-интернатындағы ән-хор үйірмесін басқарып, талай рет көгілдір экраннан шәкірттерінің ән салғаны аудан өміріндегі ірі мәдени жаңалықтардың бірі болатын. Әсет шығармашылығы сан алуан. Ел арасында кең тараған «Алтыным», «Гүлдер», «Ақ гүлім», «Сырласу вальсі», «Шақырады көктем» әндері махаббаттың нәзік бейнесін дәл бейнелесе, жастарды туған жерін, өз отанын сүюге баулайтын «Қызыл сұңқарлар», «Солдат сағынышы», «Соғыстан соңғы ән», «Қазақстан Гүлстан», «Қарғалым» сынды әдемі әндерін халық артистері Серікбаев, Төлегенова, Бағлановадан бастап, қазіргі жас әншілерге дейін шебер орындап, ел құрметіне бөленіп жүргені анық. Назарларыңызға Әсеттің әсем әндерін ұсынамыз. Қайда жүрсем Алматым, жадымдасың дос жаран бауырласың, оралсаңшы дегендей мекеніңе, орамалым болғайды қарындасым. Ұшады Маңғыстаудан шағалалар, ғажайып сыр айтқандай саған олар, елімнің тыныштығын тұр күзетіп, сақшыдай сапқа тұрған бағаналар. Шуағым менің Маңғыстау, құмарым менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік. Көңілдер үнсіз ғана аймаласқан, төбелеп тұрушы еді жайнап аспан. Жұлдызды таң атқанша санаушы едік, санына жетпейміз деп ойламастан. Қандай бала құрбым, қасымда бірге жүрдің, аяулым сенсің. Қайда кеттің, қайдасың, қайда кеттің, қайдасың, шаттығыммен, ақылыммен сағындым сені. Республикада Гүлдер ән-би ансамблі құрылды. Әсет бұл ансамбльге арнап мәңгі жастығын сақтайтын қызыл гүлдер, сары гүлдер, көк гүлдер, қызғалдақтар, сарғалдақтар, көп гүлдер, қызықтырып жігіттер мен қыздарды, қалай сендер қырға қаптап кеттіңдер деп Гүлдер атты әнін жазады. 1971 жылы Әсет Бейсеев өзінің Гүлдер ән жинағы үшін мемлекеттік сыйлық алады. 1972 жылы сазгер достарына арнап бір ән жазайын деп ниеттенген екен. Жақын досы Досан Жанботаға сөзін жаз деп те қолқа салған еді. Алайда ақын ән мәтінін жазып болғанша Әсет Бейсеев әуенін бірінші болып жазып қояды. Сазгер достарын қазақ концертіне шақырып, сол жақта жаңа әуенді тыңдатқан кезде ән баршаның көңілінен шығады. Жаңа әнді тыңдағандар жоғары бағалайды.
Тыңдармандардың арасында әнді ұнатқан ақын Нұрсұлтан Әлімқұлов рұқсат болса ән мәтінін мен жазайын деп ықылас танытады. Сол кезде ақын ағаның сөзін аяқ асты етпей өз рұқсатын берген көрінеді. Бүгінде халықтың жадында жақсы сақталған Армандастар әні осылай дүниеге келген екен. Бұл әнді алғаш болып Қазақстан Республикасының халық әртісі Сара Тыныштығұлова орындады. Назарларыңызға Армандастар әні. Бір ауылдың күліп ұшқан жастар едік, біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де жазылмаған дастан едік, армандастар құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен? Әсет Бейсеуовтың композиторлық өнері жоғары бағаланып, 1993 жылы халық әртісі құрметті атағы берілді. Қазақ өнеріне тыңнан жол салып, эстраданың ән жанрын қалыптастырған композитор Әсет Бейсеуов 1996 жылы қайтпас сапарға аттанды.